Талдықорған қаласы қарапайым адамдар өмір сүру үшін қолайлы ма әлде қолайсыз ба? Менің өз ойымша, мысалға мен ұлым мен қызым кішкентай, ол балаларға өте ыңғайлы қала. Өйткені жанымызда мысалға аурухана бар, балабақша бар. Ал если мысалға Алматы қаласында тұратын болсақ, уақытыңыздың бәрі жолымен кететін. Талдықорған қаласында бәрі ыңғайлы. Алматыда кішкене бүкіл жұмыстарымызды жаңа уақыт жеп қояды ғой. Уақытты үнемдейміз Талдықорған қаласында. Ал енді ыңғайсыз жақтарына басқа 50%-на келетін болсақ, бұл жерде кішкене жұмыс мәселесі қиындау, үй мәселесі, үйлері жоқ көбінің. Және де жалдамалы пәтеріміз қала шағын, кішкентай болғанымен жалдамалы пәтеріміздің бағасы әжептәуір. Табысымыздың жаңағы көп мөлшері жаңағы жалдамалы пәтерге кетеді. 2 комнаталы үйіміз жаңағы 120 мың болса, средний статистика бойынша, Талдықорған бойынша ол 90 мың зарплаташы